Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз заттар және материалдар тақырыбы бойынша қорытынды тапсырмаларды орындайтын боламыз. Дене айналамыздағы көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын нәрсе. Мысалы, тас, үстел, кітап, адам. Зат, денелер жасалатын материал. Мысалы, ағаш, темір, пластмасса, су. Өзен құмы мен ас тұзы қоспасын бөлу үшін орындалатын жұмыс реті. Бір қоспаға су құямын. Екі ас тұзы суда ериді, ал құм ерімейді. Үш қоспаны сүзгіден, фильтрден өткіземін. 4 сүзгіде өзен құмы қалады. 5 тұз еріген суды қыздырып, суды буландырамын. 6 ыдыстың түбінде ас тұзы қалады. Неге осы реттілікті таңдадым? Түсіндіру. Мен бұл реттілікті таңдадым, себебі ас тұзы суда ериді, ал өзен құмы ерімейді. Сондықтан алдымен тұзды суда ертіп, құмды сүзу арқылы бөліп аламыз. Суды буландырғанда тұз қайтадан қатты күйде қалады. Осылайша қоспаны жеке заттарға оңай және дұрыс бөлуге болады. Қай суретте сұйық зат бейнеленген? Жауап: Түсіндіру. Сұйықта бөлшектер бір-біріне жақын, бірақ еркін қозғалады, ыдыс пішінін алады. Майраның шары жарылуы. Жауап: майраның шарлары күннің астында қызады. Ішіндегі ауа қызған кезде ұлғайып, қысым артады. Шардың қабығы шыдамай, жарылып кетеді. Таза зат бейнеленген сурет. Жауап: және Түсіндіру. Бұл суреттерде тек бір ғана түрдегі бөлшектер бар, яғни таза зат. Қоспаны ажырату тәсілдері. Суреттерге сәйкес қоспаны ажырату әдістері. Буландыру. Ерітіндіні қыздырып, еріткішті ұшыру. Тұндыру. Тұндырып, үстіңгі қабатын құю. Ауыр бөлшектер түбіне шөгіп, үсті құйылады. Магнитпен ажырату. Магнитке тартылатын заттарды бөлу. Сүзу, фильтрация. Сүзгі арқылы қатты затты сұйықтан бөлу. Заттардың агрегаттық күйі. Сурет бойынша. Газ күйі. Бөлшектер алшақ, ретсіз қозғалады. Қатты күй. Бөлшектер тығыз, ретімен орналасқан. Сұйық күй. Бөлшектер жақын, бірақ еркін қозғалады. Заттардың агрегаттық күйінің өзгеру үдерістері. Бір үдеріс қату, сұйық қатты. 2 үдеріс еру, қатты сұйық. 3 үдеріс булану, сұйық газ. 4 үдеріс конденсация, газ сұйық. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.